25 қазанда күн жартылай тұтылады. Қазақстандықтар бұл құбылысты барлық өңірден байқай алады. Ел тұрғындары айдың күнді уақытша 60-80%-ға жабатын көре алады. Фессенков атындағы астрофизикалық институтының жұлдыздар мен тұмандықтар физикасы зертханасының меңгерушісі Любовь Шестакова қай қалада құбылыс жақсы көрінетінде салыстыра болжады. Алматыда күн тұтылуының басталуы жергілікті уақыт бойынша 16:26 мен жергілікті уақыт бойынша 17:35 аралығында болады. Максималды фазасы 76%-ды құрайды. Бірақ қазір кеш ерте болатындықтан күннің көкжиектен биіктігі небәрі 3 градус болады. Ақтөбе қаласының тұрғындарына көбірек анық көрінбек. Онда күн тұтылуы жергілікті уақыт бойынша 14:52-де басталады. Максималды фазасы 80%. Күннің 15 градустық биіктігінде сағат 16:07-де көруге болады, дейді Шестакова. Қазақстанның қалаларында күн тұтылуын әр түрлі уақытта көруге болады. Мысалы, Астанада 16:06 83%. Кеш батқан кезде ай күн бетін қайта ашады. Петропавлда 80%-ға 17:08-де. Павлодарда 79% 17:18-де. Орал қаласында 71% 16:00-де. Атырауда 69% 16:07-де. Шымкентте 69% 17:32-де. Астрономдар бұл табиғи құбылысты дәнекерлеушілерге арналған көзілдіріктер арқылы бақылау айрықша көріністі қанығырақ көрсететінін айтады.